әлеуметтік желі арқылы біз ақпаратты аламыз ғой. Көбіне көп жастар жаңағы байқаймын. Инстаграм, жаңағы қазіргі мына TikTok сияқты әлеуметтік парақшалардан бір достар тауып алады. Ана әлеуметтік желіде отырған достар тауып алады да, солардың дінге байланысты кейбір мәселелерін естіп жатады. Осы жақында ғана бір баламен кабинет болмаған сөйлестім. Сонда сол TikTok парақшасында енді қызығушылық танытқан, бұл TikTok парақшасында кейбір посттар жариялайды ғой, діни мәтіндер. Соған жаңағы оқып сұрақтар туындаған. Сөйтіп, бұл жаңағы өзінің несіне соны жариялаған. Содан кейін мамасы, анасы көріп қалып, бізге алып келді. Осындай діни мәселелерді қозғап жатыр деген сияқты. Біз ол балаға түсіндіріп айттық. Әлі ол бала діннен хабары жоқ.